Қайырлы күн. Біз бүгін комбинатурка формулаларын қолданып есептер шығаратын боламыз. Онда бірінші есеп, біріншісі p7 бөлінген p4. Бұл бізде формула, pn-нің формуласы n факториал болатын. Енді орындарына қойсақ, қысқарып кетеді де, жауабы 210. Екіншісі a6-дан 5 бөлінген p7. a n-нен k. Бұл бізде формула, осы формуланы қолданып орнына қоямыз. 6 факториал мына жақта азайтқан кезде 1 факториал қалады, мына жерде 7 факториал. Осыдан 7-ден 6 факториал қалады, осыдан 7-ден 1 қалады. Үшіншісі 1 қосылынған p8 бөлінген p7 қосылынған p5 бөлінген p6. Бұдан 8 факториал бөлінген 7 факториал, 5 бөлінген 6 факториал. Мына жерде қысқарып кетеді де, 1 қосылынған 8 қосылынған 6-дан 1. Бұның барлығы ортақ бөлімге келген кезде 55 бөлінген 6 шығады. Төртіншісі p9 бөлінген p7 азайтылған p7 бөлінген p5 азайтылған 2. Осы жерден 9 факториал бөлінген 7 факториал азайтылған 7 факториал 5 факториал азайтылған 2 тең. Мына жерде қысқарып кетеді де, 8 бен 9 72 қалады, мына жақтан 42 қалады, Одан 2-ні азайтатын болсаңыздар 28 қалады. Онда екінші, егер жазылуында цифрлар қайталанбайтын болса, онда 2, 1, 8 және 6 цифрларынан құрастырылған барлық тақ 4 таңбалы сандардың санын табыңдар дейді. 4 таңбалы осылай 4 бұрышты салып қояйық. Мына тақ болғандықтан соңы тек 1-мен аяқталу керек. Ал оның алдындағы бірінші цифрға кез келген 3 цифрды қоя аламыз. Ал екіншісіне қалған 2 цифрды, ал үшіншісіне 1 цифрды қоятын боламыз. Енді осының барлығын көбейтіндісі 6-ға тең. Онда үшінші есеп ax-тен 1 тең 5. Формулаға қоятын болсақ, x факториал, x минус 1 факториал тең 5. Мына жерде x-ті біз x көбейтілген x минус 1 факториал деп аша аламыз. Сол кезде бізде x минус 1 факториалдарымыз қысқарып кетеді, x-тің мәні 5 қалады. Екіншісі ax-тен 1 тең 5x. Бұл жерде x тең 5x деп бірден есептей салсақ болады, ал бұл жерде оның мәні тең емес. Үшіншісі ax2 тең 5x, x факториал, x минус 2 факториал тең 5x. Енді ол жерде x-ті x минус 1 көбейтілген x минус 2 факториал деп аша аламыз. Сол кезде x минус 2 факториалдар қысқарып кетеді де, мына жерден x квадрат, мына жақта x-тарды қысқарып тастасақ, x минус 1 тең 5 қалады. Сонда x-тің мәні тең 6-ға тең болады. Төртіншісі ax тең 2 тең 4x плюс 24. Бұл жерде де ұқсас. Енді ол жердегі мәнін жаза салсақ, x көбейтілген x минус 1 тең 4x плюс 24. Бұл жерден жақшаны ашқан кезде теңдіктің оң жағына жібереміз және тең 0 деп аламыз. Енді осы жерден дискриминантын алатын болсақ, 25 азайтылған 4 минус плюс болып кетеді. 4 көбейтілген 24. Сол кезде бұл 11-дің квадраты болады, Және x1, x2-ні табатын болсақ, 5 плюс минус 11 бөлінген 2 тең 8. Бұл бізде оң сан. Бұны біз қабылдаймыз. Ал минусы жол теңдіктің шартын қанағаттандырмайды. Онда төртінші есеп, азық-түлік дүкенінде алманың 6 сұрпы және мандариннің 3 сұрпы бар. 1 килограмм алма және 1 килограмм мандаринді қанша тәсілмен сатып алуға болады дейді. Бұл жерде біз теріп алып тұрмыз, Демек 6-дан 1, 3-тен 1 және деген сөздің ортасында, яғни біз көбейту қоямыз. Енді осы жерден орындарына қойып есептейтін болсақ, 6-дан 1-дің факториалы, мына жақта 3 азайтылған 1 факториал қалады. Және қысқарып кететін болса, тек қана бізде 6 мен 3 қалады, Ал ол екеуінің көбейтіндісі 18-ге тең. Демек 18 тәсіл бар. Онда 5-ші есепте теңдікті дәлелдеңдер дейді. S7-тен 4 қосылған S7-тен 3 тең S8-ден 4 болады. Енді орындарына қоятын болсақ, мына жақта азайтқан кезде 3 факториал, мына жақта 7 факториал, 3 факториал, азайтқанда 4 факториал қалады, Мына жақта 8 факториал, 4 және көбейтілген 4 факториал. Қысқаратындарды қысқартатын болсақ, мына жерде бізде 5, 6, 7 қалады, бөлінген 2, 3 қосылынған тағы да 5, 6, 7 көбейтілген 2, 3 және 5, 6, 7, 8 қалады. Ал бөлімінде 2, 3, 4 қалады, Бірді айтып отқан жоқпын, ол бәрібір көбейтіліп кетеді. Сол кезде 6-ларды қысқарып тастайық мына жерде, сонда 35 қосып мына жерден 70 шығады екен. Осы жерде 70-нің мәні тең 70. Теңдік дәлелденді. Екіншісі S8-ден 4 қосылынған S8-ден 3 қосылынған S9-дан 5 тең S10-нан 5. Бағана тапқанымызда S8-ден 4 бізде қаншаға тең болды? 70-ге тең болды, Орындарына қойдық, енді қысқартатын болсақ, мына жерде 70 қалады, мына жақта 5, 6, 7, 8 қалады. Көбейтілген 2, мына жақта 6, 7, 8, 9 қалады.
мына жақта 2, 3, 4 қалады, иә. Тең 5 факториал. Так, 6, 7, 8, 9, 10 қалады. Бөлінген 2, 3, 4, 5 қалады. Мына жақта қысқаратын мәндерді қысқартып тастасақ. 2 қалады, мына жақта 2 қалады. Сол кезде 70 қосылынған 56, қосылынған, так, 126 тең, мына жақта 252 қалады. Ал мына үшеуінің қосындысы да бізде 252-ні береді. Демек, теңдік дәлелденді. Үшіншісі S 5-тен 0, қосылынған S 5-тен 1, қосылынған 5-тен 2, тағы сол сияқты S 5-тен 5 тең 32. Біз мына жерде бір формула бар екенін ұмытып кетпей, терудің қасиеті, иә. S n-нен 0, қосылған S n-нен 1, қосылынған тағы сол сияқты S n-нен n болатын бұл жағдайда. Ол 2-ның n дәрежелі формуласы, иә. Енді бізде n орында 5 тұр, иә. Демек 2-ның 5 дәрежесі тең, мына жақта 32. 32 тең 32 теңдік дәлелденді. 16-шы есеп теңдер дейді, иә. Есеп теңдер дейді мына жерде. Так, біріншісі P8 бөлінген P8-ден P4, көбейтілген A8-ден 4. Енді орындарына қоятын болсақ, мына жерде қысқарып кетеді негізді бірден. Бірге тең, иә. Екіншісі P5 бөлінген P9 көбейтілген A9-дан 5. Орындарына қойсақ 5 факториал көбейтілген 9 факториал, 9 факториал бөлінген 4 факториал, иә, азайтамыз. Қысқаратын мәндер қысқарып тастасақ, 5 бөлінген 4 факториал, оның мәні тең 5-ке тең. Үшіншісі P20 бөлінген A20-дан 15 бөлінген A20-дан 3. 20 факториал, мына жақта 20 факториал, мына жақтан 20-дан 15 азайтсаңыздар 5 факториал. Бөлінген A20-дан 17 факториал, иә. 20 бөлінген 17 факториал. Қысқаратындар қысқарып тастасақ, сонда 2, 3, 4, 5 қалады. Мына жақта 17, так, 18, 19, 20 қалады, иә. Көбейткен кезде ауысып кетеді. Осы жерін қысқаратын мәндер қысқарып тастасақ, сол кезде 1 бөлінген 57 қалады екен. Төртіншісі P14 бөлінген A14-тен 10 бөлінген S6-дан 5 бөлінген S11-ден 11. Мына жақта 14 факториал, мына жақта 14 факториал бөлінген 4-те азайтқан кезде. Мына жақта 6 факториал бөлінген 5 факториал және 1 факториал. Мына жақта бір ғана қалады, иә. Бұл бізде терудің қасиеттерінде бар. Және мына жерде қысқаратындар қысқарады. 6-тан 1 қалады, сонда бізде 4 қалады. Жауабы 4. Осымен А деңгейі аяқталды. Назарларыңызға рахмет.